Қазалы ауданы табиғи көгілдір отынмен қамтамасыз ету көрсеткіші 65%-ді құрайды. Жақын арада Абай ауылы толықтай газ жүйесіне қосылады. Бұл туралы аудан әкімі халықпен кездесуінде айтты. Қазіргі таңда 3 бірдей жобаны жүзеге асыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Оған 2,2 миллиард теңге бөлінген. Басықара ауылдық округінің халқымен кездескен аудан әкімі осылай деп мәлімдеді. Келер жылға дейін бірнеше ауылға көгілдір отын тартып, көрсеткішті 68%-ға жеткізу жоспарда бар. Жылдың аяғына шейін Ақтанбатыр ауылының газ қосатын боламыз. Оған қазір тиісті қаржылар бөлініп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Арман қарай Ақтанбатыр ауылы, сол Жанқожа батыр, Бекарыстан би, осылардың барлығы келесі жылы газға қосылатын болады. Қазір магистральный құбырларына осы жақында ғана мердігер анықталып, қазір жұмыстар басталып кетті. Ол жұмыстар жүргізілетін болса, 5 ауыл келесі жылдың аяғына шейін осы газ қосу жұмыстары аяқталатын болады. Кездесуде жиналған қауым аудан әкімінің баяндамасын тыңдап, атқарылған шаруаларға ризашылықтарын білдірді. Ал кейбірі талап тілектерінде жасырып қалмады. Сұрақтардың басым бөлігі әлеуметтік салаға тиесілі. Жылу жөніне қалай болады? Мектепке, садикке деген. Газ қосу. Енді қараңыздар, газ қосуды жаңағымыздан намылық түрен бастап. Биыл болады деді оны айтқанда. Биыл болатын болғанда оған құжаты бар ма ненің? Кешегінің ішінде бар. 10-шы беттің ішінде осы жаққан екі нысан бар, балабақша мектеп. Балабақша мектептің құжаты жасалып жатыр. Ол биылдан қалды. Өйткені құжаттары конкурс жырланып қойған, енді салып жатыр. Сондықтан сол біткеннен кейін бар, ол келесі жылға енгізілетін болады. Қазір бірақ сәлер жаңа не топливо бар, дұрыс қой. Сонымен отырасыздар, келесі жылға қарайтын болады. Өйткені бізде қазір ауданда 14 объектінің 14 ғимараттың осындай газы бар ауылдың білім саласына байланысты балабақша мектептің қазір құжаттары жасалуда 14. Ол да жылдың аяғына шейін бітеді. Сол жылдың аяғына біткеннен кейін келесі жылға. Аймақ басшысына қойылған сұрақ көптің көкейінде жүргені анық. Мейрамбек Зинабдинұлы мектеппен балабақшаны газбен қамтамасыз етуге құжаттар дайын екендігін және келер жылы толық аяқталатындығын жеткізді. Мектебің бар, жаңағы амбулаториямыз бар, клубымыз бар, соның мекемелер бар демекші. Осы мәселенің акимат бар, соның барлығы өз ғимараттарын дұрыстап отыру керек. Соған байланысты тиісті тапсырма берді. Соның орындауын қамтамасыз ететін осындай мәселелер. Аудан әкімі артынша Құмжиек ауылдық округі халқымен кездесті. Мұндағы ағайынның басты мәселелерінің бірі ауылдағы интернет. Аумақ басшысы бұл түйткілді шешу үшін алдағы уақытта жұмыстар жүргізілетінін айтты. Сонымен қатар ауылдағы электр жүйелері ескірген. Жарықтың сөнуінен әбден мезі болған тұрғындар осылай деп дабыл қағып отыр. Ауылдық жерде светтегі көне баяғы ескінің сарқылы үзіліп қала береді, кездесе дауылмаса. Әйтте қазір желім бана светті үйренген. Бұғанда электр желілері жаңартуға байланысты, ол да аудандық бюджеттен, немесе облыстық бюджеттен қаржы бөлінбейді. Ол да жаңағы министрліктен бөлінеді. Сондықтан министрлікте қазір биыл біздерде Қазалы қаласында, Әйтеке би кентінде, Қожабақ ауылдардағы осындай электр желілерін ауыстыру басталды. Бірақ Құмжиек ауылда өткізген документтің ішінде бар, сондықтан оны да келесі жылға қарайтын боламыз, көретін боламыз. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Әйтеке би кентіндегі Жанқожа батыр, Әйтеке би көшелерін жаңартуға ұлттық қордан 691,8 миллион теңге қаржы бөлініп, жол құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалаңтөс батыр ауылының тұрғындарын толғандырып жүргенде осы мәселе ауылдағы бірнеше көшеге асфальт төсеп беруін сұрайды. Бабамыздың атында көше бар Жалаңтөстің. Екінші мектептің көшесі. Біздің ұрпағымыз ғой енді мектеп. Күн жауса қиын қатынауы. Көшесі осы уақытқа дейін әлі асфальтталған жоқ. Бабамыздың көшесі Екібастан. Ол кезең-кезеңмен жасалатын. Ертең мен ана ЖКХ-ның басшысын Астанаға жіберейін деп отырмын.
соған байланысты жұмысы. Бұл жерде білемін, Жуандос көшесі, сосын екінші Тілеубаев көшесі екеуіне жауабы бар екен. Сондықтан оған жұмыс жасаймыз. Аудан әкімі халықпен кездесуінде елді мекендердің әлеуметтік нысандарын аралап, жылыту маусымына дайындықтарын тексерді. Жауаптыларға тиісті тапсырмалар беріп, атқарылатын жұмыстары тиянақты болу керектігін айтты. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктік арнасы.